Сәлем достар, айтоп арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз киноқателіктерді, яғни киноляптарды талқыға саламыз. Сегодня в полицейском управлении Баффало едва не разразился скандал, когда мэр потребовал, чтобы... Шын мәнінде, киноқателіктердің көпшілігі киноны аса қатты бүлдірмейді. Кейбір кадрда кейіпкер өз орнында тұрмай қалса, көрермендер фильмді аса сынай қоймас. Немесе айнадан киносъемка тобын көріп қалса да, айтарлықтай кінә тақпайды. Мұндай қателіктер бәлкім киноны шығарушы адамдарға белгілі болар, бірақ олар байқалмайды және жақсы кинодан алатын әсерді бұзбайды. Алайда кейде қателіктер көзге ұрып тұратын кездер болады. Ондай кездерде не сендер материалды өздерің көрдіңдер ме? Деп сұрағың келеді. Міне бүгін біз осындай қателіктер жайында айтатын боламыз. Әрине, біз қайдағы жоқ арзан қолды фильмдердің қателіктерін сөз етпейміз. Өйткені бұл қызық емес. Go and finish it. Біз танымал киноны сынап, олардың қателіктерін табылайтын боламыз. в списке новостей... Мои извинения. Достар, біз жақында 30 000 жазылушыға жеттік. Бұл үлкен де бір жетістік. Сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Осылайша, әрі қарай қазақша YouTube-тың үлесін бірге арттыра берейік. Сонымен, дайынсыздар ма? Ендеше шайларыңызды құйып, дайындала беріңіздер. Біз бастаймыз. Бірінші орында Шоушенкіден қашу фильміндегі шахмат фигураларының орналасуы. Егер сіз өміріңізде бір рет болсын шахмат ойнап көрген болсаңыз, онда қара фигуралардың оң жақтағы ақ торшадан басталатынын байқаған шығарсыз. Алайда фильмдегі басты кейіпкер неге екені белгісіз. Бұл ережелерді елегісі келмей, барлығын өзі қалағандай етіп, тақтаны бойлай қойып қойыпты. Голливуд режиссерларының орыс тілін жетік білуі. Хулиганы. Do you think it is important to learn English? I was in English. I was in English. Орыс тілді көрермендерді нағыз күлкіге қарық еткен аяқ саусағының басы деген кеме атауы болды. Немесе Лштфум Ашф. Кенаев Фома ретінде белгілі. Жоқ, сіз өміріңізде бір рет болсын Фома есімді адамды кездестіріп көрдіңіз бе? Біз тіпті бұл сөздің көпше түрде қалай дұрыс айтылуын да білмейміз. Фомы, Фомия. Сонымен қатар, фильм шығарушылардың орыс тілі ағылшын әріптерін жай пернетақтаны алмастыру арқылы құралады деп ойлайды. Бұл расымен іштей күлкімді келтіреді. Какие ваши доказательства? Үшінші орында «Гладиатор» фильміндегі тамаша қойылған шайқас. Негізінде бұл фильмнің режиссері Ридли Скотт бөтен өсиет фильміндегі қателіктерді көп жасаған болатын. Қанша дегенмен «Гладиатор» сонда да сапалы әрі қызықты фильм. Сол себепті де болар, фильмдегі бұл қателік одан әрі қатты байқалады, тіпті ішің де ашиды. Фильмнің бюджеті $103 миллион құрады. Расымен де Максимус өзінің қарсыласын қолтығынан жарылап өлтірді ме? Фильмге арнайы эффектілерді жасаған адам осыған дейін тек бастауыш сыныпта тәжірибе алған кішкентай бала сияқты. Төртінші орында Тарзан атты джунгли тұрғындарының ерекше қабілеттері. Тарзан фильмі алғаш идея ретінде туындаған кезінде-ақ шедевр атағына үміттенбегені анық. Себебі оны бір рет қана көруге арналған кезекті өткінші лента екендігі түсінікті. Сол себепті оған түсіністікпен қараған жөн. Бірақ көзге анық ұрып тұрған қателікті байқамайын десең де, басты кейіпкердің түріне қарап тұрып, назар аудармау мүмкін емес. Басты кейіпкер жігіт бүкіл өмірін джунглиде өткізген емес пе? Онда несіне қырынды екен? Жарайды енді, окей. Оған сақал кедергі жасаған болар дейік. Бірақ осыншалық тап-таза етіп қырынғаны несі? Осы сұрақ әлі күнге дейін маған тыныштық берер емес. Hey, look, I'm just trying to get them clean like them Gillette. Come on. Бесінші орынға Шыңырау атты ең салмақты киноға үлесін қоса алатын әзіл сықақшылар жайғасты. Алпауыт толқындар қаланы басайын деп жақындап келеді. Адамдар қаша алмайтын апаттан ақымақтар секілді байбалам салып, топалаң-топалаң қашып жатыр. Көрермендер уайымдап ауыр жағдайда отыр. Бірақ осы уайымды ауырлықты азайту үшін неге қалжыңдап жібермеске? Шалбарды кейіпкердің үстінен шешіп жіберу кез келген әзілге талғампаз адамның өзін күлдіртпей қоймайды. All right, just get the hell out of here, huh? I got a goddamn campaign.
Ал сіздің жақсы кинодан алған әсеріңізді қандай қателіктер білдіріп жіберді? Осы жайында төменде пікір қалдырыңыздар. Егер сіздің пікіріңізді оқып, біздің де көңіл күйіміз түссе, сіз атаған қателіктерді біз келесі топқа қосамыз. Иә, ерінбей астыға жаза салыңыздар. 6-шы орында тамыз 8-ші фильміндегі физикалық заңдарды түсінбеуден болған сорақы қателіктер. Назар аударыңызшы, міне бас кейіпкер телефонмен сөйлесіп тұр. Бұл телефонның моделі Nokia 3310. Кейіпкерге болып жатқан нәрселер ұнамайды да, ол телефонды жерге лақтыра салады. Ал телефон сол жерде бірден шашылып қалады. Бұл фильмнің авторларына не болғанын түсіне алмадық. Себебі сутек бомбасына тікелей соққысына төтеп бере алатын телефон қалайша осылай лақтыра салғаннан шашылып қалады. Бізді олай алдамаңыздар. Және 7-ші орында «Бүрсі күні» фильміндегі нағыз қателіктердің қателігі. Бәлкім, бұл фильм физика пәнін өтірік оқыған адамдарға ұнаған болар. Бұл ойға қонымсыз ақымақтықтың тамаша көрінісі. Өздеріңіз қараңыздаршы, ірі ғалым өзінің әріптесімен сөйлесейін деп шешті. Ол ғалым болғандықтан, оған Skype немесе электронды пошта секілді нәрселер еш қолжетімсіз екен. Сол себепті ол бір кездесу үшін жердің бір жеріне барамын деп шешеді. Ғалымдар осылай жұмыс істейтін болған ба? Ал табиғаттың әрекеттері тіпті таңдай қақтырады. Қауіп-қатерлер кейіпкерлермен қуыспақ ойнап жүрген секілді. Олар алыста болса, кейіпкерлерге тезірек жету үшін жылдам жүреді. Жақындап қалса, кейіпкерлер бір-бірімен асықпай, уайымдамай әңгіме айтып алсын дегендей баяулайды. Қауіп-қатерге басты кейіпкерлермен көңіл көтерген ұнайтын сияқты ғой шамасы. Осымен болды. Достар, егер сізге бейне ұнаса, лайк қойыңызды және видеомен бөлісуді сұраймын. Бұл арнаны әрі қарай дамытуға оң екпінін береді. Келесі естіскенше аман сау болайық. Әрдайым сіздермен бірге Айтоп арнасы.